қолымда қоржын бар. Қоржынның ішінде не бар деп ойлайсыңдар? Асықтар бар. Ал енді айтыңдаршы, асықтармен қандай ойындарды ойнауға болады? Анталапай, асыға туып. Дұрыс, оңғы. Осы ойындар ойнауға екен, не асықтармен? Ал енді сіздермен балалар, Анталапай ойынын ойнағым келіп отыр. Анталапай ойынын ережесін түсіндіріп беремін. Мен қазір сіздерге ортаға талапай, басталды ойын алақай деп айтап, асықтарды ортаға шашамын. Сендер балалар, талапай деп асықтарды өздеріне жинап алу керексіңдер. Балалар, осы Анталапай ойынның асықтарының арасында бір ғана хан асығы болады екен. Хан асығы қандай түсті балалар? Қызыл түсті екен. Осы хан асығы кімге түседі? Сол ойынды бірінші бастайды. Талапай, басталды ойын алапай. Хан асығы кімге түсті? Апай маған. Асаналиге хан асығы түсті балалар. Ал енді ойынды бастамас бұрын асықтарымызды тізбектейміз. Бірақ өздеріне бір асықты таңдап аласыңдар. Тізбектеп тұрған асықтарымызды атамыз. Кім аталмайды асықты, сол өз айыбын өтейді. Яғни менің сұрақтарыма жауап бересіңдер балалар. Ендеше хан асығы бар Асанали ойынды бастай қойды. Тамаша, шапалақтаймыз Асаналиге. Асанали өзің атқан асығыңды аламыз қоржынға. Сен өз асығыңды аталмадың. Енді менің сұрағыма жауап беру керексің. Асықты біз неден аламыз? Кім айтады? Дұрыс айтасыңдар. 4 түлік малдың ішінен алады екенбіз асықты балалар. Бала, сен асықты аталмадың, иә? Ал енді сен өз айыбыңды өтеу керексің. Менің сұрағыма жауап бер. Асықтармен қандай ойындар ойнауға болады? Анталапай, асыға туып. Дұрыс айтасың. Балалар, осымен біздің Анталапай ойынымыздың өз мәресіне жетті. Ал енді барықтан отырып, қоржындағы іштегі неше асық жинағандарыңызды санап шығайық. Көп асық жинаған кім екен балалар? Нұрислам екен. Шапалақтаймыз Нұрисламға. Болсын, рахмет. Рахмет.